Мойын анатомиялық тілде бас негізі және бұғана арасындағы аймақ. Бұл жерде бірнеше маңызды қан тамырлары, лимфа тамырлары, жүйкелер әрі мүшелер орналасқан. Сонымен қатар осы аталған құрылымдардың барлығын демеп әрі қорғап тұратын көптеген бұлшықеттер және сүйектер, яғни мойын омыртқалары бар. Мойынның негізгі қызметі өзінің түрлі қозғалыстарын сақтай отырып басты ұстап тұру. Омыртқа жотасының ең мобильді бөлімі де осы мойнымыз. Сол қозғалыстар арқылы біз айналамызды танимыз. Келесі маңыздылығы мойын, ми және дене байланысын құрудағы маңызды арна. Қалай? Сенсорлы және моторлы ақпаратты қабылдаймыз. Сенсорлы ол сипап сезу, ал моторлы ағзада болып жатқан барлық қозғалыстар. Мәселен, күлгенде бет бұлшықеттерінің қозғалысы, ас қорытуда шек перистальтикасының қозғалысы. Бұны қамтамасыз етіп отырған мимен байланысы бар жүйкелер. Ал оттегі мен қоректік заттардың денеден миға және кері тасымалы қан тамырлары арқылы жүзеге асса, бас пен беттің артық сұйықтығын лимфа тамырлары тасиды. Аталмыш маңызды құрылымдар өзінің маңызды қызметтерін мойыннан өту арқылы жүзеге асырады. Осы тұрғыда біздің мойнымыз алтын көпір.